Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Автокөліктің құрылымы пәні бойынша автокөліктердің жалпы құрылысы тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты білім алушыларға автокөліктің құрылысы туралы түсінік беру, автокөліктің құрамды бөлшектерімен таныстыру, тақырып бойынша білік, білім дағдыларын қалыптастыру, бағалау критерийлері, автокөліктің құрылысын біледі, автокөліктің құрамды бөлшектерін біледі, тақырып бойынша білім, білік дағдылары қалыптасады. Автокөлік механизмдер мен жүйелер жиынынан тұратын күрделі машина. Олардың конструкциясы әркелкі болуы мүмкін. Дегенмен, көпшілік автокөліктерде негізгі механизмдердің жұмыс әрекеті мен құрылыс принциптері бірыңғай болып келеді. Автокөліктің негізгі бөлшектеріне тоқталатын болсақ, двигатель деп энергияның басқа бір түрін механикалық энергияға айналдыратын құралды айтады. Олай болса, двигательдер қолданылатын энергия түріне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Олардың негізгілері жылу, электр, жел және су, тағы басқалар. Автокөліктерде пайдаланылатын двигательдердің негізгісі ол жылу двигательдері. Олар да өздерінің жұмыс істеу принциптеріне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Мұндай жылу двигательдері көбінесе от жағатын бөлігінің орналасуына байланысты екі түрге, яғни сырттан жанатын және іштен жанатын двигательдер болып бөлінеді. Автокөліктерде іштен жанатын двигательдер қолданылады. Мұндай двигательдерде отын двигатель ішінде жанып, жанған газдың температура есесінен қысымы көбейеді де, двигательдің қозғалатын бөлшегін итеріп жұмыс атқарады. Осындай двигательдер көбінесе поршынды етіп жасалынады. Осыдан басқа іштей жанатын двигательдердің роторлы түрі де болады. Яғни мұнда газ қысымы арнаулы роторға орналасқан қалақшаға беріледі де, оны айнымалы қозғалысқа келтіреді. Автокөліктерде қолданылатын іштен жанатын двигательдердің негізгі түрлеріне карбюраторлы және дизельді двигательдер жатады. Олардың бір-бірінен айырмашылығы жанатын қоспаны дайындау тәсілінде. Олай болса, сол двигательдердің жұмысын сипаттайтын көрсеткіштер мен түсініктері ұқсас болып келеді. Бұрын автокөліктерде карбюраторлы моторлар қолданылатын, ал соңғы кездерде бензин отынмен карбюраторсыз жұмыс істейтін моторлар, яғни инжекторлы моторлар және дизельді моторлар пайдаланылады. Іштен жану моторындағы жүрісті жүзеге асыру үшін бірнеше дайындық операциялар жүреді. Яғни, цилиндрді жанатын қоспамен немесе ауамен толтыру, жанатын қоспаны немесе ауаны сығу, от алу және жұмыстық жүріс. Жұмыстық жүріс аяқталған соң пайдаланылған газды цилиндрден шығарып жіберу. Двигательдердің жұмыс істеу кезіндегі осы орындалатын процестердің жиынтығы оның жұмыс циклы деп аталады. Ол 4 тактілі двигательдерде поршеннің 4 жүрісінде, ал 2 тактілі двигательдерде поршеннің 2 жүрісінде толық аяқталады. Суретте 4 тактілі двигательдің жұмыс істеу процесі көрсетілген. Яғни, аты айтып тұрғандай 4 такты кезінде жұмыс процесі орындалады. Олар енгізу тактісі, сығылу тактісі, ұлғаю, яғни жұмыстық жүріс тактісі және шығару тактісі. Бұлар туралы алдағы сабақтарда қарастыратын боламыз. Іштен жанатын двигательдердің жұмыс істеу үшін міндетті түрде осы 4 процесс бірінен кейін бірі орындалуға тиіс. Процестердің орындалуы поршеннің жүрісі мен газ тарату механизмінің жұмыс сәйкестігіне байланысты болады. Егер осы аталған 4 процесс поршеннің 4 жүрісінде толық орындалатын болса, онда ондай двигательдерді 4 тактілі двигательдер деп атайды. Ал 2 жүрісінде орындалатын болса, олар 2 тактілі двигательдер деп аталынады. Яғни суретте көрсетіліп тұрғандай. Осыларға қарай біз такты деген сөзге анықтама бере кетсек. Яғни такт дегеніміз поршеннің жоғары өлі нүктесінен
төменгі өрі нүктесіне қарай немесе керісінше жүргендегі бір жүрісі болып табылады. Кестеде 4 цилиндрлі двигательдің жұмыс істеу тәртібі көрсетілген және оның астында әртүрлі цилиндрлі двигательдердің жұмыс тәртібі көрсетілген. Барлығын мұқият қарап, дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар. Автокөліктерде қолданылатын двигательдер мынандай негізгі бөліктер мен жүйелерден тұрады. Яғни, енді шатунды және газ тарату механизмдері және 4 жүйе, яғни қоректендіру, майлау, салқындату және оталдыру жүйесі. Двигательдің енді шатунды механизмі поршынның ілгері кейінді түзу сызықты қозғалысын енді біліктің айнымалы қозғалысына өзгерту қызметін атқарады. Ол үшін оның құрамында цилиндр, поршын, шатун және енді білік болуы тиіс. Енді шатунды механизмнің бөлшектерін қозғалатын және қозғалмайтын бөлшектер деп топтастыруға болады. Қозғалмайтын бөлшектерге цилиндрлер, ал қозғалатын бөлшектеріне поршын, шатун, енді білік топтарын жатқызуға болады. Сонымен двигательдердің енді шатунды механизмдері мынандай бөлшектер тобынан тұрады. Цилиндрлер тобы, поршын тобы, шатун тобы және енді білік тобы. Двигательдің келесі құрамы бөлшегі ол газ тарату механизмі. Газ тарату механизмі цилиндрлерге дер кезінде ауа, дизельді моторларда немесе жанғыш қоспа, яғни карбюраторлы моторларда жеткізу және цилиндрдегі пайдаланылған газды шығару қызметін атқарады. Осы аталған қызметтерді атқару үшін газ тарату механизмі екі негізгі топқа бөлінеді. Олар клапандар тобы және оларға қозғалыс беретін жетек тобы. Ал осы бөлшектер тобының орналасуына байланысты газ тарату механизмі бірнеше түрге бөлінеді. Олар көбінесе клапандардың орналасуына байланысты жоғары жаққа орналасқан және бүйірге орналасқан клапандар болып бөлінеді. Двигательдің жүйелеріне тоқталатын болсақ, ең алдымен қоректендіру жүйесі. Карбюраторлы двигательдерде жанғыш қоспаның қажетті құрамы арнайы құралда, яғни карбюраторда, отын мен ауадан әзірленіп, одан кейін двигатель цилиндріне керекті мөлшерде береді. Дизельді двигательдерде қоректендіру жүйесі цилиндрге тазартылған ауа мен тозаңдатылған отын жіберу қызметін атқарады. Келесі жүйе майлау жүйесі. Майлау жүйесі үйкелетін беттерге майды үнемі беріп тұруды және ондағы қызуды қайтаруды қамтамасыз етеді. Үйкеліс беттеріне майланатын сұйықты жеткізуге байланысты майлау жүйесін 3 түрге бөлуге болады. Олар қысыммен майлау, ағызып немесе шашыратып майлау және құрама майлау жүйесі. Моторды салқындату жүйесі. Жану камерасының кенересін қатты қызудан қорғайды және цилиндрлерде қалыпты жылу режимін сақтайды. Салқындату жүйесінің екі түрі қолданылады. Олар двигательді сұйықтықпен салқындату және двигательді ауамен салқындату. Келесі жүйе іске қосу жүйесі. Іске қосу жүйесі моторды от алдырған кезде енді білікті айналдыру үшін қажет. Автокөліктің келесі негізгі бөлігі трансмиссия. Трансмиссия дегеніміз механизмдер жиынтығы. Ол двигательдің енді білігіндегі бұраушы моментті жетекші доңғалаққа және жетекші доңғалақтың өзгертілген бұраушы моменті мен айналу жиілігін береді. Трансмиссияға ілініс, қосқыш муфтасы, беріліс қорабы және артқы белдік жатады. Трансмиссияның көрсетілген қызметін атқару үшін әртүрлі механизмдер қолданылады. Оларды жұмыс істеу принциптеріне қарай механикалық, гидравликалық және электрлі трансмиссия деп бөледі. Автокөліктің келесі негізгі бөлігі ол жүріс бөлігі.
Жүріс бөлігі автокөліктің қозғалуы үшін қажет. Келесі бөлік басқару механизмі. Басқару механизміне рульдік басқаруды жатқызамыз. Рульдік басқару автокөліктің алдыңғы доңғалақтарын және жартылай рамасын бұру арқылы жүру бағытын өзгертуге арналған. Рульдік басқару рульдік механизмнен және рульдік жетектен тұрады. Рульдік механизм беріліс күшін жүргізушіден рульдік жетекке беруді жүзеге асырады. Басқару жүйесінің келесі бір түрі тежеу жүйесі. Тежеуіштер автокөліктің жылдамдығын баяулатуға және тегіс емес жерде бір орында ұстап тұруға арналған. Тежеу жүйесінің екі түрі бар. Олар гидравликалық тежеу жүйесі және пневматикалық тежеу жүйесі. Келесі автокөліктің негізгі қосалқы жабдықтары. Автокөліктің қосалқы жабдықтарына рессорлы отырғыштары, жылытқышы, желдеткіші бар кабина, капот, жарықтандыру және сигналдау сияқты құралдары жатады. Жаңа сабақ бойынша рефлексия. Яғни Гюссен-Луп активитис әдісі арқылы білім алушыларды белсендіру және білімдерін бағалау. Құрметті білім алушылар, дәптерлеріңізді ашып, бірінші тақырып бойынша, екінші пән бойынша, үшінші мамандық бойынша мына тіркестерді жалғастырып жазсаңыздар. Алдымен біз осындай болдық. Сосын біз келесідей мәселелерге тап болдық. Кейін бақыладық, жасадық, болмаса салыстырдық. Біз түсіндік, демек, ендігі кезекте. Яғни сіздердің осы тіркестерді жалғастыруларыңыз арқылы біз жаңа сабақты қандай деңгейде түсінгендеріңізді біле аламыз. Үйге тапсырма. Автокөліктің жалпы құрылысы, мотордың механизмдері мен жүйелері, автокөліктің негізгі бөлшектері, трансмиссия және жүріс бөліктері, тежеу және басқару жүйесі және қосалқы жабдықтар. Жоғарыда қарастырылған сұрақтарды оқып, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.